Қайырлы күн достар, каналыма қош келдіңіздер. Каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Бүгін сіздермен осындай баклажанның икра немесе баклажанның салат, тіпті таңғы асқа, нанға жақып жесеңіздер де өте дәмді болып шығатын салат жасайтын боламыз. Олай болса бізге керегі баклажандар, өзіміздің огородтың баклажандары, бұрыш, болгар бұрышы, қызанақтар және дәміне қарай чеснок, тұз, кинза дегендер керек болады. Одан кейін қызанағымызды ыстық суға салып қоямыз, қабығы аршылу үшін. Және де баклажанымызды осылай 4 бұрышты етіп тураймыз. Қатты үлкен болып кетпеу керек, қатты кішкентай болып кетпеу керек. Үстінен бір ас қасық тұз салып, дайын болғанша жақсылап араластырып қоямыз. Баклажанымызды саламыз дегенше өзінің суы шығып, қышқыл дәмі кетіп тұратын болады. Мінекей, одан кейін қызанағымыздың сыртын ашып аламыз да, осылай 4 бұрышты етіп, оны да турап дайындап аламыз. Пиязымызды да дәл солай кішкентай етіп, 4 бұрышты етіп турап аламыз. Майымызды қыздырып, сұйық майды аямаңыздар, көбірек қосыңыздар. Одан кейін пиязымызды салып, қызарғанша қуырып аламыз. Қызарғанша қуырғанымызға бізге бір 20-25 минут уақыт кетеді. Пештеріңіздің астын баспайсыздар, ең көп отына қойып, осылай жақсылап қуырып аласыздар. Бұл жерде көкөністердің барлығы жақсы қуырылса, қыста жақсы сақталып тұрады, ешқандай атылу болмайды. 25 минут өткеннен кейін жаңағы пиязымыздың үстіне қызанағымызды қосып, оны да майда жақсылап қуырып алатын боламыз. Ең алдымен осындай процесс болады, одан кейін бұрқылдап қайнап, өзінің суы шығып, суы бұрқылдап қайнап қуырылатын болады кәдімгідей. Бұны да 20-25 минут қайнатып аламыз қызанақты. Одан кейін барып болгар бұрышын қосатын боламыз. Мінекей, болгар бұрышында 25 минут қайнатасыздар. Қайнатпаймыз, қуырып аламыз жақсылап. Сол кезде өзінің суы шығып қайнайтын болады. Міне видеода көріп тұрғандарыңыздай осындай процесс жүретін болады. Ең бастысы сұйық майларыңызды көп құйыңыздар, аямаңыздар. Бүкіл жаңа көкөністердің барлығын жақсы қуырып алған сайын өте дәмді болып, сенімді болып шығады. Одан кейін баклажандарыңыз сығып, оны да салып қуырасыздар. Баклажан салғаннан кейін мен 40 минут осылай